Сәлем қыздар жігіттер. Менің есімім Мақпал Қаратай. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бұл арнада сіздерге барынша пайдалы ақпараттармен бөліскім келеді. Және бұл арна барысында барынша мен сіздермен видео барысында жалпы шынайы болғым келеді. Өзімнің ойларымды, өмірімді өзгерткен қағидаларымды сіздерге бөлісу арқылы қандай да бір көмегім тисе, онда менің YouTube арнам өзінің миссиясын орындап отыр деген сөз. Сізге өтініш Жамбота, яғни мен кеше Америкадан келгеніме 2-ақ күн болды. Шаршап отырғаныма қарамастан, әлі толық восстановиться етпегеніме қарамастан, мен бүгін жігіттерді, қыздарды шақырып сіздерге видео түсіру үстіндемін. Осы еңбегімді елеп ескеріп, яғни міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, тірі адам екеніңізді арнаны тыңдап отырған адамдардың көрсетіп отырсаңыздар, Жамботалар, өйткені қаншама дүниелерді сіздерге от души бөлісуге дайынмын. Бүгінгі менің парақшамда, Инстаграм парақшамда мен жаңағы мынандай ойлармен бөлістім. Қандай ой? Осы соңғы 3 жылда менің өмірімде қатты трансформациядан өткенімді, қатты больдарға кіргенімді, настолько мені жаңағы шарақат еткенін ол больдардың, яғни шайқалғанымды жаздым. Сол больдардан қазір шығып жатқандығымды, арасында қандай кезеңдерді өткенімді жазған кезде Инстаграмдағы парақшадан сіздердің тараптарыңыздан, яғни менің оқырмандарым барлық жерде бір оқырмандар деп есептеймін, оқырмандар тарапынан кері байланыс көп болды. Яғни менің де өмірімде осындай шайқалыс болуда, мен де больға кіріп кетудемін, не істеймін деген сөздер көп болды. Мен сіздерге осы боль жайлы айта кетпекшімін. Қазір бүкіл әлем ояну үстінде. Осы оянуға сәйкес адамдарда қандай белгілері бар? Ең бірінші ояну кезінде адам больсіз, ол ояна салып бір-ақ күнде ойбай сразу мәссаған деп ғажап состояниеге өтіп кетпейді. Біздің көзге көрінбейтін слепая зонамыз бар, яғни ол зонаны біз қолмен ұстай алмаймыз, көзбен көре алмаймыз. Сол зонада біздің емкісіміз бар. Дәл сол емкіста, яғни осыған дейін егер біз ғұмыр кешкен болсақ, қандай да бір өмір сүрген болсақ, сол өмірімізде, ғұмырымызда жинаған кармаларымыз бар. Сонымен қатар осы ғұмырымда, мысалға мен қазір Мақпал деген личностың ғұмырын кешіп жатырмын. Осы ғұмырымда менің де әртүрлі реакцияларым бар, восприятияларым бар. Бір нәрселерге, болмайтын нәрселерге ашуланып кетуім мүмкін, болмайтын нәрселерге раздражение алуым мүмкін. Осының барлығы менің емкісімда, жаңағы менің восприятием, реакциям, больдарым, сезімдерім, осының барлығы менің емкісімда сақтаулы. Өмірде қандай да бір оқиға триггер болған кезде, бір оқиға маған әсер еткен кезде, осы емкістағы сезімдер көтеріледі. Мен сол сезімдер арқылы оқиғаға баға берем, яғни сезімдер арқылы мен оқиғаны тани бастаймын. Енді Садгуру айтады, өзінің жалпы еңбектерінде айтады. Сенің жаңағы осы емкісіңдағы бүкіл сезімдеріңді, жаңағы реакцияларыңды, больдарыңды карма деп атайды. Яғни енді сол, представьте, резервуар деп қараңызшы, менің артымда көзге көрінбейтін менің ішкі әлемде резервуарда карма тұр, сезімдер тұр, больдар тұр. Егер сол резервуардағы бүкіл карма сезімдерді маған жіберсе, дейді, адам өліп кетуі мүмкін, дейді. Осы ояну кезінде саған сол резервуардағы карма сезімдерді бөліп, кесек-кесегімен жіберіп отырады. Сенің еңсеруіңе сәйкес, яғни. Сондай кезеңдерде, мысалға мен осы алғаш ояна бастаған кезімде, менің алғаш резервуарымдағы боль көтерілгенде, мен ол больдардан не істерімді білмей қалдым. Яғни, кәдімгідей спокойно жүрген адам едім. Бір кезек, мысалға есімді жинасам, менің душам настолько болит, яғни жүрегім қаншалықты сыздап ауырған кезде өзімді, жанымды қоярға жер таппай жатып қалған, еңсем түскен, әлсіреп қалған моменттерім болды. Неліктен? Мұны жалпы бұл состояниені темные ночи души деп атайды. Өзі психологияда, саморазвитияда. Яғни менде темные ночи душиға, немесе менің душам бір қараңғы кеңістікке кіріп кеткендей состояниеге өтем. Сондай моменттерде сол больдар келген кезінде, яғни адамда, мысалға,
өте қатты жаңағы больдарды еңсеру процесі өте қатты энергозатратный кезең да. Сенің негізгі өмір сүруге жизненный энергияң, сенің мысалға біздің әрқайсымыздың бойымызда өмір сүруге қажетті энергия болатын болса, буырқанып тұрған сол энергияң сенің бос емес, ол энергияң сенің жаңағы сенің больдарыңды еңсеруге кетіп қалады да, ал мына өмір сүруге ешқандай күш табылмай қалады. Әсіресе боль кезінде мен в основном жатып қалатынмын, яғни ешкімді көргім келмейді, как будто маған күннің өзі, жарықтың өзі түнге айналып кеткендей, яғни жатам, әлсіреп қалам, тамақ ішуге ешқандай қатты зауқым болмайды, немесе өте қатты зверский аппетит болады, не жеп отырғанын білмеймін. Яғни осындай моменттерде настолько, енді мен сіздерге былай бір ауыз сөзбен оны түсіндіре алмаймын, бір моменттерде мен өзімнің атымды, кім екенімді, Мақпал екенімді, 3 балам бар екен ұмытып қалған больдарға кіріп жаттым. Сол алғашқы кезде мен бұл больдардан қатты қорықтым. Яғни мен олдан құтылғым келді. Мен өйткені сен ойлаш, кішкене сен есіңді жинайсың, саған жақсы болады, ақшаңды табасың, жұмысыңды істейсің, одан кейін қайтадан сен откат кетеді да больға, как будто бір ямаға кіріп кеткендей, сол больда жүресің, түсініксіз, ешқандай бір себеп жоқ нақты. Бәлкім оның себеп, мысалға кейбір адамдарға бәлкім қандай да бір сыртқы оқиғалар себеп болуы мүмкін, мысалға бір қарызға кіріп кетуі мүмкін, ақшасыз қалуы мүмкін, немесе бір жігіті тастап кетуі мүмкін, немесе ажырасуы мүмкін. Ондай себептер де маған әсер еткен уақыттар болды. Ал негізгі больға кіруіме көп жағдайда себепсіз кіріп кететін моменттерім де болды. Содан кейін мен осындай күндердің бірінде Москваға бардым, яғни сол жақтағы ұстаздармен жолығып, яғни мен осы больдан арылайын дедім. Өйткені оны көтеріп жүру, ана ішкі ауырлықпен жұмыс істеу, немесе адамдармен байланысқа түсу мүмкін емес. Все время у тебя душа плачет, деп ішкі состояниең аңырап жылап тұр. Сол кезде маған Москвадағы ұстаздарымның бірінің айтқан сөзі қатты көңілімнен шықты. Сол сөзбен сіздермен де бөліспекшімін. Яғни сенің ішіңде болып жатқан процеске больға деді, яғни сенің қарым қатынасыңды дұрыстау керек деді. Егер сен ол больді қабылдамаған сайын, қарсылық танытқан сайын не істеп жатсың, сен страдать етіп жатсың. Сондықтан сенде, мен оған ұстазыма айтқан болатын, мен страданиеден қалай құтылам дедім. Яғни сол кезде айтты, боль неизбежна деді. Жаңағы трансформация кезінде, духовный өсу кезінде, ояну кезінде боль неизбежна. Яғни сен больсіз өте алмайсың деді. Яғни ал страдание ол сенің выборың, сенің таңдауың болып табылады. Яғни сондықтан өзіңнің больға қатысты ішкі страданиеңнен қабылдауыңды дұрыстау керек деді. Бұл сөзге мен алғашқыда ё-майо деп келіспедім. Маған құтылтқызып бер, мен бұлай өмір сүре алмаймын деп мен жанталастым. Бірақ ол ешқандай адамның сенің болыңды алып тастау ешқандай адамның қолынан келмейді. Өйткені жалпы духовный ілімде мен осы ғұмырға келген кезімде, осы Мақпал атты өмірімді сүруге келісіммен келгем, және осы ғұмырымда оянуды таңдаған адам болғандықтан, осы ояну жолында больдің болмауы мүмкін емес. Яғни через эту боль қандай кезеңдер өтуде. Через эту боль менің личностім, яғни менің эгом, бұрынғы личностім үнемі қорқып жүретін уайымшыл, немесе менің эгом раствориться етіп өлуде. Ол жабысып қалған личності сен сразу бір-ақ күнде ажыратып алып тастай алмайсың. Сол личность өлу үшін сен жаңағы больдардан өтуге тиіссің. Енді бір личностьтан мен екінші личностьқа айналу үстіндемін. Бұрынғы Мақпалдың әдеттері қандай болды? Қазіргі Мақпалдың әдеттері қандай? Мысалға, бұрынғы Мақпал үнемі қорқақ, уайымшыл, жаңағы өзгелердің бәріне өкпешіл, үнемі раздражительный, сондай Мақпал болатын болса, енді мен өзіне сенімді, жаңағы өзіне не керек екенін білетін, өмірді шексіз сүйетін адамға айналу үстіндемін. Сол айналу процесінде боль неизбежна деді, яғни страдание ол сенің таңдауың болып табылады деді. Сондықтан әрбір осы видеоны көріп отырған адамдарға мен бұл тақырыпты сіздерге айта кеткім келеді. Жалпы бірнеше мәрте бәрібір бұл тақырыптың аясына тоқталатын боламын. Өйткені менің парақшамда оянуға, жаңағы ояну жолында жүрген адамдар жүргендіктен, яғни бұл тақырып ол кісілерге жақын деп білемін. Сонда сіздердің әрқайсыңызға ол страдать етпес үшін ол больді прям надо любить.
жақсы көруіңізге тура келеді. Өйткені жамботалар, представьте, мен мысалға, например, бір жылдың ішінде бірнеше мәрте больға кірем, да? Мысалға, сол кірген кезімде, кәдімгідей жаңағы кірген кезімде өзімді атымның кім екенін ұмытып қалатын, мына жерді сезбей қалатын, есеңгіреп қалатын, тәлтіректеп қалатын, мен қайдамын, қай планетада жүрмін, өз не болып кетті, мен өз тірімін ба, өлімін ба дейтін настолько глубинный больдарға кірдім, да, ешқандай. И сол кіргеннен кейін сен қайтадан шыққан кезіңдегі мудростьіңді мен алып шығатын қазынаңды жаңағы как будто бір сен құдыққа кірдің да, сол құдықтан шыққан кездегі состояниеңді, түсінігіңді мен айта алмаймын да. Өйткені каждый раз больға кіргеннен қайтадан көтерілген кезде менің даналығым өсіп жатқанын, личностімнің бұрынғыдан анағұрлым жаңағы ішкі личностімнің өсіп жатқанын, ішкі опораның бұрынғыдан анағұрлым нығарлы бола бастағанын, ішкі ресурстың көбейе бастағанын аңғарам да. Больға кірем, больдан шыққан кезде кәдімгідей как будто бір ескі шылухан тастап жібергендей, ана жылан өзінің түлеген кезде сыртқы қабығын тастайды ғой, сол сияқты бір бойымдағы ескі қорқынышымды лақтырғандай, бұрынғыдан анағұрлым сильнее, мудрее, умнее болып шыққандай аңғарам да. И каждый раз сол больға кірген кезімде, кіргеннен кейін шыққан кезімде, яғни менің мына өмірді сүюім бұрынғыдан әлдеқайда жоғары, оның алдындағы қарағанда, және менің әр сәттерден ләззат алуым бұрынғыдан әлдеқайда жоғары екен аңғара бастадым. Сондықтан каждый боль маған трансформация, менің өсуіме, өзімді табуыма, ішкі цельдерімнің бекуіне, өмірге көзқарасымның өзгеруіне, даналығымның ұлғаюына ықпал ете бастады. Сондықтан сіздердің әрқайсыңыз, яғни боль неизбежна, трансформация кезінде, духовный рост кезінде сіздің әрқайсыңыз оған деген қарым-қатынасыңызды алмастырсаңыз, яғни өзіңіздің боліңізді прям любите. Осы мені өсіруге келген сәт деп. И сіздерге енді әрі қарай осы больдан қалай өзіңді алып шығудың жолдарын түсіндіретін болам. Дальше мұқият тыңдаңыздар. Енді оның қай кезде кіріп кеткенін сен өзің де білмейсің. Мысалға мен қазір больда отырған жоқпын, бірақ жақында ғана менде болды. Сондай Америкада жүрген кезімде сондай бір шайқалыс болды. И сіздерге айтқым келеді. Мысалға, бұрын менде больға кіру процесі 5-6 ай уақытымды алатын болса, мен қазір оны өте жылдам өтудің жолдарын ұғына бастадым. Соншалықты мен больмен соприкасация еткен сайын, онымен жаңағы қарым-қатынасқа түскен сайын, мен оның жылдам шығудың жолдарын ұға бастадым. Қалай ұғасыздар? Мысалға, сізге боль келді ма? Біріншіден өзіңді, мен неліктен тағы да страдать етіп жатырмын? Yok пашамайды. Мен тағы да депрессияға түсіп жатқан шығармын деп өз-өзіңізді жек көрмесеңіздер. Яғни именно боль келген моментте сізге барынша өзіңізбен бережный отношение керек. Яғни сізбен Құдай жұмыс істеп жатыр деген сөз. Дәл қазіргі сәтте сізден Құдай жұмыс істеп, Құдайдың қолымен сіздің ішкі әлеміңізде жаңа өзгерістер келу үшін өміріңізге, сол өзгерістерге сай личность жасап жатыр. Өйткені мына қорқақ, өмірден баз кешкен, әркімге бір жәутеңдеген личность соған сәйкес өмірді ғана алады. Ал егер сіз басқа личностьқа басқа өмірді алуыңыз үшін, сіз басқа личностьқа айналуыңызға тура келеді, иә? Сондай моменттерде ең бірінші бережный отношение дедім, иә? Ол және екінші боль келген моментте барынша сіздің взаимодействовать ететін адамдарыңыздың санын азайтуға тура келеді. Яғни сіз жаңағы өзіңіздің өміріңізде араласатын адамдарыңызды, өйткені сіздің ішкі әлеміңізді жауып, жаңағы больға көңіл аударуыңызға тура келеді. Біз не істейміз? Боль көтеріліп тұр, яғни оны жауырды жаба тоқып, как будто бір тұтанып жатқан дүниені көрпешемен жаба салған
сияқты, одан кейін асты тұтанып жатыр, оған қарамастан сол болымызды салақтатып арқалап алып тойларға барамыз, өз-өзімізді алдағымыз келеді, немесе біз бір кісілермен араласа бастаймыз, яғни оны қалай да бір солай шығарғымыз келеді. Ал бірақ ол сіздің жаңағы қаншалықты адамдармен аралассаңыз да, қаншалықты сіз өзгелермен бір көңіл көтергіңіз келсе де, бірақ ыңылдап тұрған ішкі әлеміңіз бәрібір дыңылдап тұрады, ешқайда кетпейді. Сондықтан ондай кезеңдерде өзіңіздің қарым-қатынасыңызды азайтқаныңыз жөн, мейлінше жалғыз қалғаныңыз жөн. Егер сіз жылдам шығудың жолын іздесеңіз, жалғыз қалыңыз. Енді бұл болды жалпы Садгуру карма, резервуардағы карма деп түсіндірсе, ал менің ұстазым Экхарт Толле бұл болды тело боли деп атайды. Яғни біздің теламызда коллективный разумның да больдары бар. Мысалға қазақ халқы біздің ДНК бойынша алған, например, қазақ халқы қаншалықты қасірет көрсе, ашаршылық көрсе, немесе біздің қазақ халқы мысалға өткен ғасырларда өте көп нәубет көрсе, осының барлығы біздің ұлттық жаңағы кодымызда жазылып тұр. Осы біздің теламызда жазылып тұр дейді. Сонымен қатар біздің өмірде көрген әртүрлі өзіміздің жанымыз қиналған сәттеріміз жазылып тұр. Жаңағы бұған дейінгі ғұмырымыздағы жазылып тұр. Яғни тело боли, теладағы больдар бар дейді. Енді Садгуру айтады, осы тело, Экхарт Толле айтады, осы тело боли ояну процесінде какой-то ұйықтап жатқан боль дейді, какой-то бір өмірдегі бір оқиға оны активировать етіп ұйықтап жатқан больді не істейді дейді, оятады дейді. Қалай? Мысалға сіздің неңізде, например, қандай? Мысалға сіздің ішкі жан дүниеңізде бір өзінен өзі бір әлемде тыныш ашаршылық бола ма деген қорқынышыңыз болуы мүмкін да. Соны Инстаграмды ашасыз, сіз мысалға бір ашаршылық болып жатқан елді көріп қалдыңыз, немесе қандай да бір соғыс болып жатқан елді көріп қалдыңыз. И осы қандай да бір негативті дүние сіздің ішіңіздегі осы тело боли, ұйықтап жатқан тело болиді активировать етіп оятады. Оянғаннан кейін не істейді? Оянғаннан кейін ол сенің бойыңды шарпиды, яғни сенің бойыңа көтеріледі. И біз өзіміздің ішіміздегі осы көтерілген больдардан не істейміз? Қашқымыз келеді, көргіміз келмейді. Жаңағы мен айтқандай, ол өзінен өзі жазылып кетсе, исцеляция етіп кетсе деп ойлаймыз. Ал сіздің міндетіңіз бүкіл әлемдік ұстаздардың және менің сізге айтып отырған нұсқауым бойынша керісінше сол больға тіке қарауыңызға тура келеді. Бәлкім сіздің бойыңызда выживание деген боль көтерілуі мүмкін, немесе бір болашақта бір қорқыныш болатын сияқты, немесе основной адамдардың бойында өлімге деген қорқыныш көтерілуі мүмкін, бір жақындарыңыздың барлығына бір қауіп төнетін сияқты. Не важно, ол больді ешқандай жаңағы анықтауға, немесе оны жаңағы бағалауға тырыспаңыз. Яғни бұл жаман, жақсы демеңіз. Сіздің міндетіңіз жаңағы есік терезені жабасыз, адамдармен араласуды сәл доғара тұрасыз да, өзіңіздің дыханиеңізбен просто вниманиеңізді сол тәніңізде көтерілген душевный больға аударасыз. Енді сіз сол душевный больға қарай дышите, просто дыханияны бөлесіз. Біз не нәрсеге өзіміздің фокусымызды бұрамыз? Не болды, ана кім жөтеліп атқан? Біз не нәрсеге өзіміздің фокусымызды бұрамыз? Сол біздің фокусымыз бұрған жерде біз махаббатымызды бөліп отырмыз деген сөз. Сіз мысалға міне жаныңыз ауырып тұр, соған қарай өзіңіздің назарыңызды аударасыз. Ешқандай оценкасыз, жек көрусіз. Яғни мен неліктен тағы да страдать етіп жатырмын, мен неліктен тағы қайғырып жатырмын деген ешқандай ойсыз, просто назарыңызды аудара бастайсыз. Дышите туда, больға қарай. Қажет болатын болса, дәл осы кезеңдерде ютубты аштаңыздар, толып тұр, Вим Хоф сияқты әлемдік дыхательный практиканың, энергопрактиктарын, ұстаздарының практикасын жасайсыз. Яғни дыхательный практика жасасаңыз, жылдам шығуға сіз өзіңізге көмектесе бастайсыз. Яғни сіздің бойыңызда шарпып тұрған сезімдерден қашпайсыз, тіке қарайсыз, и туда дышите. Кәдімгідей дыханияңызды бөлесіз. Мысалға, мен мына жерімде ауырып тұр, жүрегім ауырып тұр, больді, мен не істедім? Усиливать етем. Кей жағдайда, мысалға, усиливать ету үшін
әсіресе менің ішімде өте қатты ұзақ уақыт болған больдардың бірі ол выживание болды да. Как будто бір ақша жоқ болып қалатын сияқты, енді бір аштық болатын сияқты, болашақта ақшасыз қалатын сияқты қорқыныш менің бойымда часто көтеріліп кететін. Сондай моменттерде можете ойларыңыз арқылы усилить етуге, яғни мә енді қайтем, ақшасыз болсам қайтем, құдайым-ай деп ана больді, слепая зонада тығылып жатқан больді жоғары көтереміз. И қорықпай, қаймықпай, это просто сгусток энергии. Ол сенің бойыңда қалып кеткен неисцеленная часть, жаныңның жазылмаған жарасы болып табылады. Соған қарай қарайсың да, не істейсің? Дыханиеңді бөле бастайсың. Дышишь туда. Кәдімгідей міне назарыңды, как будто сен сол больға қарай дышишь. Қашпайсың өз болыңнан. Сен вопреки всему соған қарай жүресің. Яғни ол боль деген күшті сөз бар да, қазір менің миым четко жұмыс істеп тұрған жоқ, бірақ айтқым келеді. Ол боль деген саған келген послание. Яғни сол посланиені ұғу үшін сен соған қарай дышиш, просто дышиш. Бір момент, екі момент. Ойың алып кеткісі келуі мүмкін. Наоборот, ты не отвлекаешься. Ойға қарай кетіп қалмайсың. Сен бүкіл вниманиеңді, бүкіл назарыңды, бүкіл махаббатыңды тәніңде көтерілген больға арнайсың. Кәдімгідей бөле бастайсың. И бір моментте сенің анау каждый тело болидағы, мысалға біздің каждый дәнімізде көтерілетін больді бір энергетический сгусток ретінде қараңызшы, міне толып тұрған міне энергия сгусток, тас сияқты болуы мүмкін. Сен соған қарай дыханиеңді бөле бастасаң, демала берсең, не істеп жатсың? Сен өзіңнің ішіндегі тасты ыдыратып жатсың деген сөз. И самое интересное, ең қызығы, осы тас ыдыраған кезінде осы тас сенің основной энергияңды, сенің энергетический сгустық ұстап тұр, сен ыдыратқан кезде, как будто сенің ішкі кеңістігің ұлғайғандай, сенің энергияң көбейгендей, ресурсың көбейгендей сезінесің. И сен өз-өзіңді алдап тұрған жоқсың. Каждый көтерілген тело болиді ыдыратасың, сенің бойыңда күш көбейеді. Келесі көтеріледі, ыдыратасың, күш көбейеді. Арғысы көтеріледі, күш көбейеді. Күш қана көбеймейді сенің бойыңда. Ақыл көбейеді, парасат көбейеді. Яғни ол каждый тело болидің айтатын посланиесі бар. Яғни оның айтатын, ол как будто сол тело боли тасты ыдыратқаннан кейін саған оның ортасындағы қазына ашылғандай, саған оның ортасындағы послание бойыңа құйылғандай, немесе бір қандай да бір эликсир құйылғандай, бір жизненный силаң көбейгендей. Мен өзім айтып отырып, қазір өзімде де мурашки болып отыр, яғни осыншалықты күшке ие боласың. Сондықтан осы видеоны көріп отырған адамдарға әрқайсыңыз ояну кезіңізде, өзіңіздің ішіңізде болып жатқан процесстерден қашпаңыз. Будьте отважны, яғни мықты болыңыз да, ол процесстерге, наоборот, каждый көтерілген больға тіке қараңыз. Ёппаша мать, мен сені көрейші, қарайшы саған, яғни сенен қашып, тығылып жүргеннен, наоборот, тіке қарайшы деңізші, өйткені сіз қашып жүрген кезде наоборот, жылдарыңыз жоғалтасыз. Сіз неғұрлым больға қарап оны ыдыратқан кезіңізде, сіз соғұрлым жылдам ояна бастайсыз. И кәдімгідей біраз уақыттан кейін сіздің, мысалға мен де жақында ғана айттым, Америкада болды дедім, бірақ Америкада болған процесс мені қатты ашарашт еткендей, өмірден баз кешкендей, бір түңілдіріп жібермейді. И сен каждый разым сен ұлғая бастайсың, боль кішірейе бастайды. И сіздерге айтқым келеді, жалпы осындай моменттерде, қатты боль көтерілген моменттерде, әсіресе әртүрлі өзінің дүдамал, қорқынышты ойларын саған әкеле бастайды. Мысалға айтады, как будто сен осы кезде қалып кететін сияқтысың, енді ешқашанда жарық болмайтын сияқты, өмір осылай қорқынышты болатын сияқты, бір андай өмір біткендей, бір әлемде соғыс болғандай сезімді алып келеді. Осыған как будто бір әлем бір нәубет келгендей сезімді алып келеді. Адамдар игере алмай қалуы мүмкін, не болып кетті, менің баяғы өмірім қайда, мен неліктен осындай сезімдерді еңсеріп жатым деп шошып кетпеңіздер. Мен сізге айтамын, жарық шығады. 100% мен сізге гарантия берем. Обязательно сіз қана больді өткеннен кейін бұрын сезінбеген бақытты сезімді сезінесіз. Сіз больді өтпегеннен кейін бұрыннан да тегеурініңіз мықты болады. Сіз больдан кейін наоборот бұрыннан да өзіңізге деген сенім келеді, Құдайға деген сенім келеді. Сондықтан осындай моменттерде, боль көтеріліп тұрған моменттерде мұның уақытша екендігін ұмытпаңыздар. Өзіңізге ескертіп отыруға. Бұл уақытша. И сізге көтерілетін ішіңіздегі сол сезімдерге трансформациялық, сізді шарақат еткізетін, шайқалтқызатын сезімдерді еңсере алатын сіздің бойыңызда
күшіңіз бар екендігін ескерткім келеді жанботалар. Сондықтан осындай ояну кезеңінде, ояну ғасырында, ояну дәуірінде ғұмыр кешіп жатырмыз. Ол біздің таңдауымыз болған, ол біздің душамыздың таңдауы болған. Сондықтан өзіңіздің бойыңыздан, резервуардан көтерілетін карма болдарды красиво өтіңіз. Бережное отношение. Осы кезеңде өзіңізге ұрыспаңыздар. Мен неліктен қайтадан бол сезініп тұрмын? Мен неліктен осыдан құтыламай жатырмын демеңіз. Это подарок судьбы, яғни тағдырдың сыйы болып табылады. Осы арқылы сізді есейткісі кеп тұр Құдай Алла тағала. Осы арқылы сізге жаңа күш бергісі кеп тұр, жаңа ресурс бергісі кеп тұр. Осыны ұмытпай красиво өтіңіздер деп айтқым келеді. Егер мен айтқан видео сізге пайдалы болса, жанботалар, онда пікір қалдыра кетіңіздер, міндетті түрде лайк басыңыздар, маған кері байланысқа шығып отырыңыздар. Сонымен қатар менің парақшама Инстаграм жазылып алыңыздар. Мақпал Қаратай деген Инстаграм парақшам бар. Сол жерде мен осы тақырыпты тағы да тарқататын болам.